Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен мынандай сұрақ бойынша жауап берейін деп отырмын. Сіздің телефоныңыз зарядкасы отырып қала береді. Сіз зарядтайсыз, ерте бітіп қала береді. Зарядтайсыз, ерте бітіп қала береді. Өзіңіз сезінесіз. Соны қалай дұрыстаймыз? Қазір толығырақ түсіндіріп кететін болам. Ең бірінші соткаңызға кіресіз. Соның ішінде, соткаңыздың ішінде мынандай жасылмен, мынандай Z сияқты керісінше сондай знак бойынша безопасность деген батырманы тауып аласыз, файлды, соны үстінен басасыз. Енді осы жерде толығырақ түсіндіріп кетемін. Сол безопасностьқа кіргеннен кейін мынандай кнопканы жоғарыда тұрғаннан дөңгелек кнопканы басамыз. Соның ішінде ускорение деген бар. Соған міндетті түрде кіресіз. Сосын мына жерде сіздерде автоматическое ускорение деген бар. Осы жерге кірген кезде сізде никогда деп тұрады. Енді қараңыздар. Егер осы жерде 30 минут, 10 минут, 5 минут, 1 минут деп қойса болады, бірақ бұның минустарын айтып кетейін сізге. Егер сіз 30 минутқа қоятын болсаңыз, или там 10 минутқа қоятын болсаңыз, например, сіз YouTube-пен жұмыс жасап жатсыз, YouTube-ты көріп жатсыз. Сол көріп жатқан кезде сізге 10 минуттан кейін сізге автоматически очистка жасайды. Сол кезде сіздің жасап жатқан программаңыз сбой беруі мүмкін. Например, кейде болады, YouTube приложениемен кино, видео қарап жатқан кезде сізде сбой болады, қатып қалады соткаңыз. Сөйтіп қатып қалғаннан кейін артынан шығады: произошла ошибка, осындай отчет отправляет, не отправляет деген сияқты сондай ошибкалар шығады. Егер сізде кездескен, өміріңізде кездессе деп ойлаймын. Сондай ошибкалар болмау үшін бұл жерге тиіспейміз, бұны қоймаймыз еш нәрсені. Осы жерде оның орнына закрепленное приложение деген бар. Осыған кіресіздер. Осы закрепленное приложениенің ішінен өзіңізге жұмыс жасайтын программаларға осы жерге галочка қойып қойыңыз. Неге? Себебі галочка қойып қоятын болсаңыз, сізде ешқандай проблема болмайды. Потому что өзі сіз жауып тастаған кезде программаны барлығын сотка бос тұрған кезде өзі автоматически очистка жасап тұратын болады керек кезінде. Бұл өте ыңғайлы. Мысалға, мен YouTube-ты көп қолданам. Көрдіңіздер, осы жерде галочка қойдым. WhatsApp-ты көп қолданам. Галочка қойдым. Каспиді көп қолданам. Творческая студия YouTube-ты көп қолданам. Тугисті көп қолданам деген сияқты. Сіз осы жерде осындай программалардың ішінде қайсысымен ұзақ көп уақыт жұмыс жасайсыз, соларға галочка қойып қойыңыз. Міне осыларға қойып қойсаңыз, сізде болды. Автоматически өзі тазалап тұратын болады. Сонда сіздің зарядкаңыз ұзағырақ жұмыс жасайтын болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Ең бастысы менің каналыма тіркеліп, сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Шамам шарқым келгенше жауап беруге тырысам. Келесі осындай қызықты видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.